Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. 15 қыркүйек отбасы күніне орай көп балалы ана, кәсіпкер Индира ханымға сонау керемет тектұрмас Келі өңіріне келіп отырмыз. Индира ханым, әуелі келіскеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Танысқаныма қуаныштымын. Отбасы күнімен сізді шын жүрегімнен құттықтаймын. Жалпы сізге алғашқы қояр сауалым, отбасы дегенді қалай түсінесіз? Қош келдіңіздер. Біріншіден, отбасы дегеніміз ол шағын мемлекет. Енді қазіргі таңда қанша бала тәрбиелеп жатырсыз? Үлкеніңіз нешеде? Менің Алланың берген 4 бала шағасы бар, 2 қыз, 2 ұл. Қызым бар, бой жетіп қалған. Олар да осы жерде, ұлым бар, көмектесіп жатқан. Көмектеседі дейсіз ғой, жалғыз емеспін Көмекшілер, дейсіз. жалғыз емеспін. Бұл отбасылық бір кәсібіміз. Кәсіптеріңіз алға баса берсін дейміз. Отбасының іргесі мықты болу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Жалпы кімге байланысты? Отбасының ұйытқысы ол ер азамат. Тізгін ер азамат ұстау керек. Сол кісі дұрыс тізгін ұстайтын болса, онда отбасы дұрыс жүреді деген сөз деп түсінемін. Ал Индира ханым, сізбен керемет сұхбат болды. Біздің тұрақты оқырмандарымызға, көрермендерімізге тілектеріңіз болса. Отбасы күні құтты болсын. Сіздерге еңбектеріңізге табыс тілеймін. Оқырмандарыңыз көп болсын. Киіз үйді таңдап келіп отырғандарыңызға мың алғыс. Еңбектеріңіз жана берсін. Енді ауылдың алтауыз деп айтып жатырмыз ғой. Мен сізге қолқа салсам, сіз қонақ бәле деп маған қолқа салып жатыр екенсіз. Енді сіз болып, біз болып, осындай керемет қазақ үйде бір ән орындап кетейік. Аяғыма кигенім былғар етік сәулем ай, табанымнан барадай ызғар өтіп сәулем ай. Сәулем, сәулем, сәулемсің, жақсы болсаң дәуренсің, жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әулемсің, жақсы болсаң сәулемсің, жаман болсаң әулемсің деп қорытындылайық. Ой, рахмет.